Сәлем достар, қал жағдайларың жақсы ма? Бүгін сіздермен Kaspi, Wildberries, Озон сияқты маркетплейстерге тауарды Қытайдан алып сатқан тиімді ма, тиімсіз бе, соны сөйлесіп өтетін боламыз. Жалпы қазіргі уақытта уже январ айынан бастап Қытай жабылады 3 айға, марттың 1-іне дейін жабық болатын болады. Бәрібір де оған дейін де достар, мынандай нәрсені естен сақтау керек. Енді бастайтын кәсіпкер бәрібір риск етуге қорқады. Жаңағындай тауарыны алғаннан соң 1 ай, 2 ай күтіп жүреді. Күтіп жүргеннен соңда оны маркетплейске салып көрсе, өтпей қалса, сол жұмысқа деген, сол кәсіпке деген, бизнеске деген құлшынысы төмендеп кетеді. Өтпей қалғаннан соң, достар. Көбі мотивацияға беріледі, Қытайдан тауар алып сатқан тиімдірек дейді, нені нетіп қояды. Өзінің алған тауарына өткізе алмай қалады да, мотивациясы өшіп қалады, кейін бұл жұмыс маған емес екен дейді, тастап кетеді. Сондықтан ең бірінші кезекте мынандай мүмкіндіктерді естен шығармау керек. Қазіргі таңда сізде қолыңызда тауар жоқ болса да, мысалға оптовиктер бар, екінші деңгейлі дистрибьюторлар бар, солармен сөйлесіп, тауарына складында мысалға біліп, жағдайын 100 тауар ма, 150 тауар ма, 200 тауар ма, сондайын алып тұрып, маркетплейстерге қойып, просто сүйретіні характеристикасыны, мысалға Kaspi-ге, Wildberries-ге қойғаннан кейін ол заказ кеп түседі ғой, уже белгілі болады. Мына тауарға заказ кеп түседі екен, значит, нормальный товар сияқты деп, бірінші заказды оптовиктен немесе жаңағы дистрибьюторге айттыңыз ғой, сол дистрибьютордан алып жіберсеңіз де болады. Енді дистрибьюторлар мәселесі қиындау болады. Екінші деңгейлі оптовиктерден алып сата беруге де болады бірінші кезек. Оптовиктен аласыз, заказды келіп түсті ғой, ақшасын төлейсіз, кейін оны клиентқа жібересіз. Сатып алдыңыз, ортадағы маржа қалды, уже енді маржасына 2 тауар алуыңызға болады. Например, 2 тауарды аласыз, кейін оны да қойып қоясыз. Ассортиментті жинай бересіз ақырындап. Сөйтіп, жаңағы бірінші алған тауар бар ғой, сатып алған тауар. Оған тағы да заказ кеп түссе, оқо, мынау жақсы сұранысқа екен дейсіз, одан запасымен 3-4 штук уже алып қоя беруге болады. Уже ары қарай соның объемын көбейтіресіз, бірақ ассортименттерді де көбейтіп барасыз, соған қатысты тауарлар. Сөйтіп, бизнес жасай беруге болады. Қытайдан чем алып жүріп, оны уақыт кеткізіп, ақшаны мұздатып, ол бастаған кәсіпкерге қиындау болады. 15 миллион, 20 миллион, 30 миллионнан өткен уақыты Қытайдан алсаңыз болады. Онда да мына жерде жоқ тауарлар болуы мүмкін. Мысалға, бір нәрсенің запчастары ма, мына күнделікті істетілмейтін тауарлар бар ғой. Егер күнделікті істетілетін тауарлар сатсаңыз, ол Қазақстанда дистрибьюторлардың өзі алып келіп жатыр. Фура келеді олар, достар. Солардың тауарын сатып беру арқылы көбірек пайда табасыз, достар. Соны ұмытпау керек, өзіміздің эмоцияға беріліп, мына тауар жақсы өтеді екен, жақсы өтетін шығар деп, точно жақсы өтеді деп, бастапқы кезде өзімізде сондай қателіктерге бой алдырып қойғанбыз, алдырып, өтпей, просто тұрып қалған, 1 штук да өтпей, достар. Сондай болмау үшін просто так тауар сатып алмай тұрып, ал жоқ тауарды сатып, пайдасына дополнительный тауар алып, склад создать ете беруге болады. Бастапқыда Қытайға жабыспаған абзал. Қытайдікі қазіргі уақытта вообще қиын болып кеткен, мысалға шекарадан көп уақытта өтеді, достар. Енді оның автоматик жағына біздер жасап жатырмыз. Қалай жасаса болады, басқа қаладан отырып, осындай мүмкіндіктерді жасауға бола ма? Болады. Қазір біздер fulfillment деген склад іске қостық. Например, онда не жасай аласыз? Сіз басқа қалада отырсыз, сіздің виртуальный складыңыз болады. Складқа өзіңіз тауар қоя аласыз, мысалға бесплатный, 10 штук, 15 штук складқа қоясыз, ол жерде безопасный тұрады тауарыңыз. Және сіздің келген тауарды немесе оптовигіңізден барып біздің fulfillment'тегі қызметкерлер тексеріп алып, неге қояды? Складқа қояды, сіз заказ кеп түскен уақытта сол склад арқылы жібере бересіз. Қызметтері қандай? Складтың бірінші кезекте тауарды проверка етіп, тексеріп алады сіздің тауарыңызды, сіздің орныңызға. Одан кейін, мысалға, тексеріп, заказ кеп түседі, ол сізге тексеріп, не жабыстырып, пакет, безопасный етіп, маркировка, және штрих-кодты жабыстырып, клиентіңізге дейін жіберіп беретін болады.
достар. Клиентіңізге дейін экспресс доставка бола ма қаланың ішінде, яғни мысалға Каспи арқылы, иә. Одан кейін мысалға Wildberries-тің складына бола ма, Озонның складына бола ма, біздер жеткізіп беретін боламыз. Бұны кім қол жетімді болады? Бұл нәрсе кімдерге қол жетімді болады? Біздер Каспиге қалай тауар қосу керек, Wildberries-ке қалай қосу керек, курс дайындап жатырмыз, бірақ Каспидікі дайын, Wildberries-тікіні қазір дайындап жатырмыз. Со курстың VIP тарифini сатып алғандар осы складтың осындай мүмкіндіктеріне қол жеткізеді. Складта товар қою тегін, сіздің товарыңызды тексеріп алу тегін. Тек қана біздер упаковка жасағанға келіп түскен заказдан 4% аламыз. Қаланың ішіндегі сіздің складқа дейін жеткізу 500 теңгеден 900 теңгеге дейін болады, достар. Біздің складымыз Яланда орналасқан. Қазіргі таңда Яланда, может, сіз бұрыннан товар сатып жүрген адамыңыз болуы мүмкін. Сол жерден де прямо базардың ішінен алып кету тегін болады, достар. Егер сіздің оптовик базардан сыртында басқа жақтарда болса, оны біздерге дейін жеткізіп берсе, біздер тексеріп қабылдап аламыз, складқа қойып қоямыз. Заказ келіп түссе, орап, штрих-кодын жабыстырып, накладнойын жазып жібере береміз. Ақшасы өзіңіздің Каспи Pay'ге түсе береді, достар. Міне осындай мүмкіндіктерді Құдай қаласа подключить етіп жасап жатырмыз енді. Егер де сізге де осындай мүмкіндіктерге қол жеткіңіз келсе, сізде қол жеткізгіңіз келсе, менеджерлардың нөмірін қалдырып кетем, менеджерларға хабарласып, толығырақ ақпарат білуіңізге болады, достар. Жақсы, достар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Толығырақ ақпарат білгіңіз келсе, менеджерларға хабарлассаңыздар болады, достар.